Балам, келдің ба? Мешіт қалай? Сабақ қалай бұл? Сабақ жақсы. Мен мешіттегі адамдар жақсы адамдар деп ойлайтын едім. Бірақ та маған мешіттегі кей адамдар ұнамады. Ойбай. Не ұнамайды? Кейбір адамдар намаздан кейін резко тұрып кетіп жатыр. Адамдардың үстерінен аттап, бұлай да бұлай ысырып тастап жатыр. Кейбір адамдар бұттарын талтайтып тұрып алған. Бір адамды көрдім. Түрі суық. Маған қарай шошып кетті. Неге шошыдың? Енді қабағым түйіп тұрған соң. Жарай, бер кел. Мешіттің жайы түсінікті бол. Ал сабағың қалай? Сабақ жақсы. Енді мен мешітке бармай-ақ қоятын бар. Ойбай. Неге бармайсың? Мешіт дейтін анау ғой. Анау? Сен маған толтырып бір стақан су алып келші. Не үшін, ата? Жай әншей. Міне, ата. Енді осы судың бір тамшысын төкпей, жаңағы мешітті айналып келе аласың ба? Төкпей ме? Иә, төкпей. Иә. Ендеше бар. Не үшін, ата? Сосын айтам. Төкпей алып келдім. Қалай төкпей алып келдің? Екі көзім осы стаканда болды. Барлық ойым осы суды төкпеуде болды. Жан-жағыма қараған жоқпын. Міне, көрдің бе балам? Адам алдына мақсат қойса, соны алады. Ал сенің де мақсатың осы мына су сияқты мешітке барып сабақ оқу болады. Ал сенің жаңағы айтқандарың ол діннің қателігі емес. Ол адамдардың қателігі.